Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге француз круассандарын дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді төменде қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Ашытқыны саламыз. Оның үстіне қант пен тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз көтерілу үшін 15 минуттай тұру керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей, біздің ашытқымыз осылай көтерілу керек. Ашытқымызға бір жұмыртқаның ағын, 2 ас қасық сұйық май құямыз, араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, қамырымызға саламыз. Жақсылап көтерілу үшін ұнды бірден салмаймыз, 3 бөлікке бөліп саламыз. Қамырымыз дайын, бетін жауып, жылы жерге 40 минуттай қоямыз. Қамырымыз дайын, дәл осылай көтерілу керек. Қамырымызды 10 бөлікке бөліп аламыз. Дөңгелектеп шетке қоямыз, бетін жауып қоямыз, кеуіп кетпеу үшін. Бір-бірден алып дөңгелектеп жаямыз. Қалыңдығы шамамен 3 мм болу керек. Барлық күлшелерімізді жайып шығамыз. Күлшелердің арасына ұн жағып отырасыздар, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Күлшелердің әрқайсына үй температурасында тұрған сары майды жағып шығамыз. Қасықпен жақсаңыздар да болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жақсаңыздар болады. Соңғы күлшенің бетіне жақпайсыздар. Міне, күлшелерімізді жақсылап оқтаумен жаямыз. Мінекей осындай қалыңдықта жайдық, 3-4 мм шамамен. Осылай 15-20 дана шықты бізде. Әрқайсысын осылай кесіп шығамыз, үлкен болып шығу үшін. Варенка салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Енді осыны видеода көрсеткендей ораймыз. Осылай болып шығады. Араларын алшақ қылып, осылай орналастырамыз. Жақын қойсаңыздар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минутта пісіреміз. Бетінің қызару үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.